Еуроодақ елдері гель-лак бояуына тыйым салып, сатылымнан мүлде алып тастады. Түрлі сайттар мен парақшалардың жазуынша, олардың құрамында адам ағзасына зиянды химиялық қоспа бар дейді. Расымен солай ма? Бірге тексеріп көрейік. Еуроодақ комиссиясының шешімімен 1 қыркүйектен бастап құрамында триметил бензоил оксиді бар гель-лак өнімдері нарыққа шығаруға және сатуға тыйым салды. Нақты ақпаратты түсінбеген кейбір парақшалар гель-лактың өзіне тыйым салды деп кликбейт тақырып қойып ақпарат жариялаған. Бұл жерде мәселе гель-лактың өзінде емес, химиялық қоспада жатыр. Яғни енді құрамында ТПО жоқ өнімдер бұрынғыдай сатыла береді. Триметил бензоил деген қандай химиялық құрам? Ол ультракүлгін сәуленің әсерінен гельдің тырнаққа жабысуын қамтамасыз ететін химиялық зат. Кейбір гель-лак пен гибрид лактарда қолданылады. Еуроодақ 12 мамырда 22 зиянды қоспаның тізімін жариялап, заң жобасын әзірлеген болатын. Осы қоспада бұл тізімге кіреді. Еуроодақ комиссиясының зерттеуіне сәйкес, тыйым салудағы басты мақсат адамның репродуктивті функциясына кері әсерін тигізу мүмкін дейді. Бұл химиялық қоспаға қатысты бірінші зерттеу емес, сонау 2014 жылы Еуропа комиссиясының тұтынушылар қауіпсіздігі жөніндегі ғылыми комитеті алғаш рет зерттеу жасап, зиянын анықтаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл туралы нақты мәлімдеме жасаған жоқ. Дегенмен косметикаға қосылатын химиялық қоспалар жайында бірнеше зерттеу жасаған. Ал сіз косметиканы қаншалықты жиі пайдаланасыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.